Anam aрақ ішеді, 30 жыл болды. Ештеңеден ұялмайды. Не істеймін, айтыңызшы, өтініш, қайын жұрттан бәрінен ұят ішкенін көрдік деп көп айтады дейді. Мадинажан, қалай болғанда да анаңыз. Қазақ айтады, әке-шешең жынды болса байлап бақ дейді. Сіздің абыройыңыз сол анаңыздың ішкеннен түсіп қалады деп ойлайсыз ба не? Адамның абыройын әке-шеше көтермейді. Менің әке-шешемнің абыройымен жүрім дегендердің өзінің басында абырой тұрмақ бәле де жоқ. Сондықтан Аллаға шүкір анаңыз бар. Арақ іше ме, жүре ме, басқа қыла ма, ол анаңыз. Еңсеңізді төмен түсірмеңіз, еңсеңізді жоғары көтеріңіз. Сіздей асыл қыз туған. Кейбір асыл бүгінгі келіндердің аналары ішкіш болса да, жүргіш болса да, балалары жақсы. Ал енді сондай жақсылардың балалары алкаш. Сондай балалары алкаш. Құдайға мың шүкір. Алла сізге сондай кісіден иманды салихалы қызды дүниеге келтірді. Сенің шарапатыңмен, сенің дұғаңмен, сіздің игілігіңізбен анаңызға Алла инсап береді жаным. Сондықтан ол әлі уақыт көрсетеді оны жаным. Осын оған еш еңсеңізді үнжырғаңызды түсірмеңіз. Тік жүріңіз. Аллаға шүкір тік басыңыз. Алла сізді көтерді. Сол кісілерден бұл тәлім салды сізге. Ана күліп жүргендер, сіздің мамаңды көрдім деп аяққа басқандардың өзінің тұқымдары қалай болады? Немен аяқталарын оны Құдай көрсетеді.